Қазақстан тәуелсіздік алған соң араб елдеріне тәлімгерлер жіберді. Алайда олардың кейбірі Қазақстанға Абу Ханифа ілімін емес, біздің қоғамға қауіпті жат ағымдарды алып келді. Ал қазір елімізде имамдарды дайындауға толық мүмкіндік бар. 2005 жылдан бері елімізде 10-нан астам медресе ашылды. Армысыздар, бұл сенім білім кизі және мен Азамат Алдоңғаров. Бүгін біз еліміздің медресе шәкірттерімен әңгіме дүкен құрамыз. Ал елордадағы Астана медресесі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Шейх Абсаттар Қажы Дербісәлі Хазіретінің ұсынысымен елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей қолдауымен 2007 жылы ашылды. Бейімбет қолындағы қандай кітап? Бұл біздің ғалымымыз Қайрат Жолдыбайұлының дінтаныш ғалымның «Дін мен діл» деген кітабы. Бейімбет Дүйсенәлі 21 жаста, арманы әкім болу, басты ұстанымы халыққа қызмет ету, хаққа қызмет ету. Бұнда қазіргі кездегі елімізде, сіздерімізде болып жатқан тартыс мәселелерінде толықтай жауап берілген. Бұл қазіргі кезде бұл кітап кең ауқымды елімізде таратылған. Жалпы медреселерінде әдебиет жеткілікті ме? Дәстүрлерімізге сай кітаптар бәрі толық қамтылған. Мына бөлме Астана медресесінің араб тілі кітаптар бөлімі. Бұл жер. Қанат Жұмағұлов Астана медресесінде ұстаздық етеді. Білімді әрі иманды ұрпақ ұлт болашағының кепілі деп біледі. Бұл жерде жаңағы құнды тарихи мәні бар өте күрделі еңбектердің, арабша еңбектердің қазіргі жаңа баспалар болып табылады. Бұл жерде көптеген жаңағы тақырыптар бойынша кітаптар алынды. Тек бір салаға емес, көптеген тақырыптар бойынша. Фиқ саласы бар. Фиқ дегеніміз бұл шариғат, ғибадаттан басталады, құлшылық ғибадат және адамдардың ара қатынасы, өзара мәміле дегендей. Сол сияқты хадис, ол пайғамбарымыздың сөзі, айтқан сөздері, іс-әрекеттерін қамтитын тақырып, хадис тақырыбы. Және де тәпсір дейміз, ол Құранның түсіндірмесі. Міне осындай кітаптар көптеген тақырыптарда бар. Көпшілік жұрт мешіттен шыққаннан кейін жаңағы мешіттің маңайында сатылып тұратын кітаптарды көріп, өздерінің діни сауатын арттырам деп жаңағы кітаптарды сатып алады. Ал олардың кейбірі жат ағымдарды насихаттауы мүмкін. Осы жөнінде Абу Ханифа мазхабынан білім алу үшін қандай кітаптарды оқыған жөн? Әрине жаңағы кітаптарды осы имамдардан кеңес ала отырып кітап алған жөн. Және мына кітаптың бірінші бетінде өзі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптамасынан өтті деген жаңағы белгісі тұрады. Сол белгіге қарап сондай кітаптар алған дұрыс. Нұрбол, болашақта шетелге шығып білім алу жоспарда бар ма? Болашақта әрине бар, бірақ шетелде емес, осы Қазақстанымызда діни оқу орындары жеткілікті. Нұрбол Смағұлов 22 жаста, мақсаты медресені тәмамдаған соң Алматы қаласындағы Нұр Мүбәрак университетінде білімін шыңдау. Мысалы айтатын Нұр Мүбәрак университеті, болашақта өзімнің ниетім бар, соған осы оқу жолын бітіргеннен кейін соған барып білім жалғастыруға. Ата-бабамыз Абу Ханифа мазхабын ұстанып келеді. Бірақ қазіргі кезде кейбір жастарымыз жалпы Абу Ханифа мазхабы деген не, жалпы мазхабтың не екенін білмей жатады. Осыны шамалы түсіндіріп өтсең. Мазхаб деген негізі араб тілін аударғанда жүретін жол, бағыт. Бекзат Құсанбаев 23 жаста, Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында дүниеге келген. Жан дүниенің тыныштығын исламмен байланыстырады. Мұсылмандар көптеген жан-жаққа тарап бөлініп бара жатқан кезде, сол кезде үлкен ғалымдар, 4 ғалым бірігіп жолды бізге салып беріп кеткен. Енді біз сол жолмен жүретін болсақ қана, біз сол бір мемлекет, бір ел болып жүруге мүмкіншілік болады. Енді егерде оны ұстанбай біреу басқа жолмен жүрген жағдайда, онда мемлекеттің ең басты байлығы
бірлік деген нәрседен біз қолымыздан жіберіп аламыз да, сондықтан біз өзіміздің басшымыз бар, діни басқармамыз бар, ел басымыз бар, соған біз бағынатын болсақ, сол кезде ел иншалла жаңа үлкен жетістіктерге, алдыңғы қатардағы елдерге жетуге мүмкіншілік болады деп ойлаймын. Жігіттер, информатика медресе оқу бағдарламасында міндетті пән бе? Дінімізді, асыл дінімізді жан-жақты сауатты таратуымыз керек. Сондықтан да осы информатиканың қажеттілігі бізге өте қажет болады. Ислам дініне кірген адам дейді, негізі ақшапан киіп алып, сол басына сәлдесін орап, ол мешіттен шықпайтын адам деп ойлайды да. Дулат Қадырұлы, 22 жаста, өмірлік ұстанымы: дінім ислам, жүрегімде иман, амалым ихсан. Жан-жақты болу керек та, жан-жақтағы жаңалықтарды не болып жатқанын біліп тұру керек. Ал бізге айтады, сендер де телевизор көрмейсіңдер дейді. Біз телевизор көреміз, жақсылық жағына келсек көру керек. Жамандық жағына келгенде оны көрмей қою керек. Интернет, телевидениені харам дегенде бір жерден құлағым шалып қалып еді. Осы қаншалықты шындыққа жанасады? Бір ғалым айтқан екен, осы еш нәрсе жоқ, тек қана пайда беретіндей, еш нәрсе жоқ, тек қана зиян болатындай дейді. Біз әр нәрсені пайдаланғанда да, егер оны жақсы жаққа, игі ізгі іске пайдаланатын болсақ, ол әрине сауапты болады. Жігіттер, сендердің осы медресеге білім алуларыңа не себепші болды? Үйдегілер мені басқа оқуға жіберді, бірақ музыкальныйға жіберді, мен музыкальныйға түспедім. Соны осы Сарыағаштағы медресені көрсетіп жатыр екен рекламадан. Сол кезде соны көріп, мен медресеге барам деп үйдегілерге. Мен медреседе оқимын деп сөйлеген. Үйдегілер басында ойланды. Біраз қорқынышлық болды да осыларда. Содан кейін барып ол кісілер жарайды, барсам бар деп келісті үйдегілер. Соны келіп, одан кейін Сарыағаш медресесінде оқыдым, одан осы медресеге бірінші курста оқып жатырмын. Астана медресесін 2007-2010 оқу жылдарында тәмамдаған ең алғашқы 24 түлектің 8-і Алматы қаласының Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінің 2-ші курсынан бастап білімін жалғастырып жатыр. Ал қалған 16-сы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасынан ұстаздық және имамдық жұмысқа жолдау алып, асыл дініміз исламға қызмет етуде. Малайзияда мұсылмандарға арналған ұялы телефон шығарылды. Синтетикке араб тіліндегі Құран кәрім мен оның 29 тілдегі аудармасы, сонымен қатар хадистер жинағы енгізілген. Тағы бір ерекшелігі, намаз кезінде телефон автоматты түрде үнсіздік режиміне ауысады. Шығыс Теннесси мемлекеттік университетінде америкалықтарды ислам дінімен тереңірек таныстыру мақсатында бірнеше іс-шаралар өткізілді. Бастамашы халықаралық амнистия клубы. Олар жұмыстарын ислам діні мен мәдениеті туралы деректі фильмнен бастады. Ұйымдастырушылар жоба америкалықтардың көзін ашып, исламға үреймен қарауын қояды деген үмітте. Итальяндық қолөнер шеберлері әлемдегі ең үлкен Құранды басып шығарды. Оның биіктігі 2 метр, салмағы 500 келі. Ал кітаптың барлық беттері шотланд қағазынан тұрады. Ал 120 келілік мұқабасы қымбат асыл тастармен көмкерілген. Құран Татар Республикасының президентіне сыйға тартылып, кейін Қазандағы Құл Шәріп мешітіне орналастырылады. Сыйлықты алып кетуге татар елбасы өзі келеді. Батыс Қазақстан облысындағы ең алғашқы медресе осыдан 3 жыл бұрын ашылған. Ол 60 адамға арналған. Бір ғасыр бұрын осы аймақта Қызыл мешітке қарайтын медресе болған деседі. Сонда белгілі татар ақыны Ғабдолла Тоқай білім алған. Кеңес кезінде жабылған оқу ордасы кейін тұрғын үйге айналыпты. Медресе жыл сайын Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарынан 20-дан астам оқушы қабылдайды. Талапкерлерге қойылатын басты талап орта білім мен жас мөлшерінің 25-тен аспауы. Жігіттер, білім алуға не себепті медресені таңдадыңдар? Қазақ халқының 70 жыл отарлау саясатында болғандық себепті, көп діни үкімдердің немесе көп діни білімі жоқ болған себепті, осы білімді қара халыққа өзінің шамам келгенде жеткізу мақсатында келдім осы медресеге. Ағарыс Тілегенов, 26 жаста,
замандастарын айтары: мүмин иман бол, иманның өзі пендеге ашады жол. Жалпы ханафи мазхаб деген не? Көпшілігі білмейді оны. Мысал келтіретін болсақ, физика, математика пәндер оқимыз ғой мектепте. Физикада үлкен ғалымдар формула қойып кеткен. Сол формула арқылы есепін шығарсақ, оңай шығарамыз. Еркеғали Әлбетов 28 жаста Маңғыстау облысынан келіп білім алып жатыр. Мақсаты елге сыйлы имам болып, білікті ұстаз атанып, білімді шәкірт тәрбиелеу. Сол сияқты мазхабты үлкен ғалымдардың как формула есебінде қалдырып кеткен. Бір нәрсені түсінбей жатырық па, сол мазхабтың көзқарасына жүгінсек, өзіміздің түсінбей жүрген нелерімізді тауып аламыз. Медресе кітапханасы тек оқулықтармен шектелмейді, таным көкжиегін арттырар, қосымша әдебиеттерге кендемес. Ондай кітаптармен көбіне ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры қамтамасыз етіп отырады. Медресе ғимараты иманды жандардың демеушілігімен салынған. Бірінші қабатта асхана мен мекеме басшылығы. Екінші қабатта оқушылардың жататын бөлмесі мен аудиториялары. Ал ең төменгі қабатта кітапхана мен компьютер сыныбы орналасқан. Демалыстарыңды қалай өткізесіңдер? Демалыстарымызды өзіңіз көргендейміз. Неге келіп, Сынғайынға келіп, сынау сырғанамыз, коньки тебеміз. Негізі спорт, дене шынықтыру исламда қандай орын алады? Садақ ату, мергендікпен айналысу және күресу, ол пайғамбардың сүннеті болып келеді, негізінде. Сүннет сөзі қандай да бір істің барысы, жақсы немесе жаман, белгілі бір мәні бар жол дегенді білдіреді. Келесі мағынасы: орындалса сауабы бар, орындалмаса күнәға жатпайтын. Мұхаммед пайғамбарымыз, Аллахтың оған сәлемі болсын, жасаған амал, іс-әрекет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен Айша анамыздың жүгіріп жарысқаны бар да, бірінші жүгірісінде Айша анамыз озады, екіншісінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондай риуаяттар бар. Шариғатта демек, дене шынықтырудың спорттың шариғатта ешқандай қарама-қайшысы жоқ. Бір керісінше ғұламалардың несі айтқан пікірі бар. Намазға, ғибадатқа ешқандай несі жоқ болса, кері әсері жоқ болса, мысалға алсақ, намаздың уақытында мысалы спортпен айналысып жүрсең, ол болмайды да. Ал қыздарың бар ма? Қыздар, біздің мақсатымыз ең бірінші оқу ғой, содан кейін көреміз деп. Болашақ өмірлік жар таңдағанда неге басты назар аударасың? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, 4 түрлі қызды айтады да, 4 түрлі қыздың жағдайын айтады. Ол біріншісі дейді, иманды дейді, шариғаттан білімі бар, ислами білімі бар. Бірінші түрі да, екінші түрі жаңағыдай көрікті, әдеміден шыққан. Үшінші түрі ол жаңағыдай бір текті отбасынан шыққан. Төртінші түрі байлық дейді да, соның біреуіне ғана рұқсат бергенде. Төртеуі де бір адамнан табылса, ешкімде қашпайды деп ойлаймын. Ол тек қана мұсылман емес, басқа адамдар да қашпайды деп. Бір оқпен 4 қоянды дейсің ғой. 7 қоян емес, 4 қоянды деп айтылады. Ол жалпы иман ғой енді басты мәселе. Соңғы жылдары елімізде шетелдің діни білім ордаларына дес бермейтін университеттер мен медреселер ашылды. Сол себепті Қазақстанда жыл сайын хақ ислам ілімін алам деушілер саны артуда. Бұның өзі жастарымыздың рухани өсуінің көрсеткіші. Сіздермен болған Сенім Білім КЗ және мен Азамат Алдоңғаров.